зерттеу жасаймыз. Бұл үшін көкөністерді жылыжайдан аламыз. Кеттік, менімен бірге жылыжайға кірейік. Біздің зерттеуімізге сәбіз қажет. Көкөніс көрдің ба? Жылыжайда көкөністер тез өседі. Себебі оның іші жылы. Онда қалған көкөністерді жинайды. Біздің зерттеуге көп шөп қажет. Біз өзімізге қажетті көкөністерді жинадық. Олай болса зерттеуімізді бастайық. Мына купуына ұн тағып, оған су қойып, сары тұз шығарамыз. Қазіргі таңда балалардың денсаулығына қауіпсіздігі басты назарда. Химиялық бояулардан көрі табиғи бояулардан зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Біз көкөністерден алынған бояулардан хапезомия әдісімен және тай-дай әдісі арқылы бояулар жасаймыз. Сурет саламыз бояулардан. Әне балалар, гүлді матаға қоямыз. Табиғи бояуларды тамшылатып арқылы бір-бірінен қайталанбайтын әдемі бейне шығардық. Гүлдерді, табиғаттың әдемі гүлдерін, жапырақтарын қоя отырып, матаға әдемі гүлдің, жапырақтың бейнесін түсірдік. Осылайша табиғат бізге өз суретін салып берді.